Наурыз. Бұл тек көктемгі жаңару ғана емес, сонымен қатар өз халқының тарихын еске алуға мүмкіндік береді. Мереке алдындағы күндер қатарында 17 наурыз тарихы күні ретінде атап өтіледі. Бұл күні жас ұрпақтың ұлттық құндылықтарын сіңіру және отан тарихын терең білу арқылы өз елі мен жеріне деген сүйіспеншілікті қалыптастыру үшін ұлттық, тарихи, өлкетану, көркем және әскери музейлерге экскурсиялар өткізу әдетке айналған. Қостанай облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы осындай керемет мүмкіндікті пайдалана отырып, биыл 180 жасқа толатын қазақ ағартушысы, педагог, жазушы, этнограф, ғалым, фольклоршы, ұлттық ұстазы Ибрай Алтынсарин атындағы музейге студенттер мен оқушылар үшін экскурсия ұйымдастырылды. Қостанайлықтар үшін бұл адам ерекше қымбат. Өйткені ол осы жерде халыққа танымал және қадірлі би Балғожаның отбасында дүниеге келген. Ибрай Алтынсарин өзінің бүкіл саналы өмірін қазақ балаларын оқытуға арнап, қазақ даласы тарихындағы білім берудің негізін қалаушысы болды. Алғашқы халық мектебін ашып, тұрғындарды балаларын мектепке беруге шақырып, қазақ тілінде қазақ хрестоматиясы оқулығын жазды. Оның әйгілі «Кел балалар оқылық» өлеңі бүгінгі күнге дейін заманауи білім беру жүйесінің негізі болып табылады. Ибрай Алтынсарин жаңа поэзияның негізін қалаушы, білім беру көшбасшысы және қазақ халқының алғашқы оқытушысы екенін сөзсіз.